Сәлем достар. Психосоматика туралы бір ақиқат біліммен өздеріңізбен бөлісіп кетейін. Сіздің қоршаған ортаңыз сіздің бай болуыңызға, денсаулығыңыздың мықты болуына 20% көмегі тиеді екен. Ал қалған 80% байлық сіздің басыңыздағы ойыңызға, сіздің адамдармен қарым-қатынасыңызға, өзіңізге және болашаққа деген сенімділігіңізге байланысты. Психосоматиканы қосу үшін жағымсыз ойлардан құтылу керек. Жарқын болашағыңызды көз алдыңызға елестетуіңіз керек. Және өз рухыңызды, бес сезіміңізді оятуыңыз керек. Ата-бабамыз рухы саудың дені сау деген. Психосоматика қосылу үшін адам санасын дамыту керек. Сананың дамуының арқасында ағзаның қосымша 9 қорғаныс механизмі қосылады. Психосоматиканың көмегімен біз өзімізді және өз қоршаған ортамызды өзгерте аламыз. Психосоматика дегеніміз не? Психосоматика өз миыңыздың арқасында дене күйінің өзгеруі. Ми жақсы жұмыс істегенде дене жүйесі миға бағынады. Психосоматика 3 бағыт береді. Біріншіден, аурудан құтыласыз. Екіншіден, ұзақ және сапалы өмір сүру мүмкіндігін береді. Үшіншіден, өте табысты, бай қуатты, кемел тұлға болуға көмектеседі. Психосоматика бүкіл әлемде кеңінен қолданады. Сіз соған сенесіз бе? Қандай ғылыми негіздер психосоматиканы түсінуге көмектеседі десеңіздер, ең бірінші осы психосоматика туралы әңгімені дәрігерлер бастаған екен. Екі бірдей науқас бір диагнозбен бірдей ем қабылдайды. Бірақ бір адам сол аурудан қайтыс болады, ал екінші адам сол аурудан жазылып кетеді. Бір диагноз, бірдей ем, нәтижесі екі бөлек. Себебі неде деп іздегенде адамның ойына байланысты деген тұжырымға келеді. Содан кейін әлемнің белгілі университеттері зерттеп, адамның ойына байланысты деген тұжырымға келеді. Сіз өз ойыңыздың қорытындысы деген осыдан келеді. Жалғасын ертеңгі видеода көресіздер. Ал бүгін сау саламатта болайық. Психосоматика туралы білім осындай болады, достар. Сананың дамуы бірінші орында.